Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұр Шахар. Бүгін сіздерге үйге киетін осындай домашний аяқ киім тоқып үйретемін. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыз. Бізге керекті құрал крючок, жіп және де осындай тапочкаға арналған арнайы табан. Үйге киетін аяқ киімді екі түрлі қылып тоқуға болады. Алдын ашық, алдын жабық қыл. Алды жабық түрі осындай болады. Алды ашық түрі осындай болады. Ең алдымен сіздерге жұмысты бастамас бұрын екі аяқ киімде ортақ жүретін басты бөлімді түсіндіріп өтейін. Ең бірінші үш қатар көтереміз. Екі табанда да алды жабық болса да, алды ашық болса да, үш қатар көтеріп, содан кейін барып тоқитын боламыз. Жаппай осы арнайы тұрған табанда осындай арнайы жіп болады. Осы жіпке біз тоқимыз. Жаппай осылай полностью тоқып шықсаңыздар да болады. Ал өздеріңіз ұнағанша қалаған жерден тоқтатсаңыздар болады. Мен өзіме осылай ұнайды. Сондықтан мен арт жағын тоқымаймын, алдын ғана тоқимын. Алды ашық аяқ киімнің осындай алдын тоқимын, артын тоқымаймын. Сіздер артында қосып тоқсаңыздар болады. Онша жұмысымызды бастаймыз. Жіпті менде иранский жіп 100 граммда 350 метр. Иранский жіпті екі қабаттап тоқимын. Бірінші осылай тапочканың арнайы жібіне іліп жоғары қарай бір көтереміз. Содан кейін арнайы жіптен тағы да бір өткіземіз. Аяқ киім жібінен екі столбик без накид тоқимыз. Осылай бір жіптен арнайы табанын осы тұрған жіптерден біреуінен екі столбик тоқимыз. Өте мықты, шыдамды, қорықпай тоқи берсеңіздер болады. Крючокқа келер болсақ, темір крючокпен тоққан өте ыңғайлы, сынып кетпейтіндей қылып темір крючок дұрыс. Содан кейін 2-2,5 номерлік крючокпен тоқсаңыздар болады. Бір жіптің үстінен екі столбик тоқимыз.
арнайы жіп 2 қабат болады. Анықтап қарап отырып 2 қабатынан да өткізіп оқисыздар. Сол кезде мықты болады. Міне осылай. Вообще осылайынан тоқып шығамыз. Өзіміздің белгілеген жерге дейін, мен осы жерге дейін тоқимын. Осы жерге дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен солай тоқып болдым. Енді осы жерден 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Енді крючокқа жіпті іліп, осылай столбик с накидін тоқып шығамыз. Осылай столбик с накидін тоқып шығамыз. Полностью соңына дейін. Мұқият тоқымасаңыздар бір қабат болып тоқылып кетеді. Қарап отырсаңыздар. Мінекей крючокқа жұмыс жібін іліп, жіпті теске салып, крючокқа жіпті іліп шығарамыз. Крючокта 3 петля, крючокқа жұмыс жібін іліп, екеуінен 1, енді екеуінен тағы 1 шығарамыз. Крючокқа жіпті іліп, теске салып, крючоктан шығарып, жіпті шығарып, крючокта 3 петля, екеуінен 1, екеуінен 2 шығарамыз. Дәл осылай. Столбик с накидімен соңына дейін тоқып шығамыз. Осылайынан мына жерге дейін тоқып шығамыз. Міне мен соңына дейін тоқып болдым. Енді осылай өтіп тұру керек. Енді бір воздушный жоғары көтереміз. Одан кейін столбик без накид тоқып шығамыз. Осылай просто столбик без накид тоқимыз. Жаңа столбик с накидін тоқыдық қой, енді бір қатар столбик без накид тоқимыз. 3-ші қатарда. Дәл осылай крючокты кіргізіп, шығарып, екеуінен 1 өткіземіз. Кіргізіп, шығарып, өткіземіз. Дәл өстіп, осы жерге дейін тағы тоқимыз. Мінекей мен соңына дейін тоқып болдым. Ең соңғысын тоқимын. Енді
қиып тастаймыз. Мінекей. Осылай 3 қатар тоқимыз, тоқып аламыз. Егер де сіз алдын ашық қылып тоқитын болсаңыз, бір қатар столбикпен бекітіп шығасыз. Арнайы табан жібіне бекітіп бір қатар тоқып шығасыз. Осы жерлерге дейін тоқып шығасыз да. Одан кейін алдына соңғы 2 қатарды алдына қоспайсыздар. Ана 2 қатар столбик знагиден столбик без знагид қосасыздар. Бірақ алды тек только бір-ақ қатар болып тұрады. Неке, мына аяқ киім сияқты. Мына жерде 3 қатар бар да, мына жерде бір-ақ қатар. Алдына 3 қатар қоспаймыз. Алдын ашық қылып тоқитын болсаңыз. Ал алдын жабық қылып тоқитын болсаңыз, осылай айналдыра 3 қатар алдына дейін тоқып шығамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бетін келесі сабақта түсіндіретін боламын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Келесі сабаққа дейін кездескенше.